Aydan çıkarman Aypam Karavayın Армысыздар, құрметті көрермендер, СТВ Ченен әмбебапты YouTube арнасын тұрақты көрермендері. Бүгінгі біз видео әрине аптаның жексенбісі Түркістан қаласында Алтынбұлақ автокөлік базарындамыз. Әрине менің көрермендерім арасында көлікке қызығатын адамдарда баршылық, солар үшін бір видео әзірлегелі отырмын. Түркістан қаласында көліктің бағасы қандай? Бірге тамашалайық, назарларыңыз бізде болсын. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің арна әмбебапты арна әртүрлі бағыттағы видеолар жарыққа көреді. Сондықтан түсіністікпен қараңыздар. Біз түсірімізді бастаймыз. Міне отырғаным қазір Матиз автокөлігі. Қазір бағасын сұраймыз, жылын сұрайтын боламыз. Мінекей Матиз автокөлігі. Не салоны шанағы Матиздің ұрылмаған екен. Міне мотор бөлігі де таза. Жұмыс қажетті, қосымша жұмыстарды қажет етпейді. Көрінісі, жалпы көрінісі өздеріңіз көріп тұрсыздар. Беріліс құрамы механика 0.8, әрине қозғалтқыш күші сондай. Багаж бөліктері, дискісі титановый. Бағасы нешеде бастар? 1.750 мыңға. Мінекей Матиз бүгінгі базарда бағаланып тұр. Жылы қандай? 2013 жылы шығарылған дейді. Қанша шақырым жүрілген? 111 мың. 111 мың шақырым жүрілген екен. Бағасын өздеріңіз көрдіңіздер, қызықсаңыздар, мына ұялы телефонға хабарласуға болады. 8702 883 2010. 2010. Келесі Матиз қазақстандық тіркеудегі көлік, түсі ақ екен. Қағазды жіберсеңіз сатылады. Жалпы бұл Матиздің жағдайы да жаман емес. Өте ешқандай бір алыстан қарасаңыз, жақыннан қарасаңыз да ұрылған жерлері жоқ. 2013 жылы шығарылған екен. Бағасы 1.600.000 теңге. Қазір ұялы телефон айтып кетеміз. Ұялы телефоны 8778 182 27 94. Қалған мәліметті осы ұялы телефоннан алуға болады ағайындар. 04 универсал, тіркеу Қазақстандікі, түсі ақ екен. Адамдар көріп жатыр, моторы жуылған таза. Қазір бағасын сұраймыз. бұл. Жылы қандай бұның? 98. 98 жылы шығарылған екен. Механика бағасы нешеде болса? Бағасы 1.100.000. 1.100.000 теңге бағаланып тұр. Телефонын керек болып тұр, телефон. 702 883 2010. 2010 мінекей. Қызсаңыздар хабарласуға болады. 0307 жақсы мотор. 0307 моторы, карбюратор. Бүгін көлік базарында Матиздердің қарасы өте көп. Келесі Матизді түсіріп кетейік. Міне қызыл түсті. 2004 жылы шығарылған дейді. Бағасы 700.000 теңге деп жазған екен. Механика, ұялы телефоны 8778 512 73 37 саудасын жасауға болады. Жаңа ұялы телефон айтып кеттік. Әрине шанағына краскасы жау керек сияқты. Дегенмен қызықсаңыздар, жаңа ұялы телефонға хабарласуға болады. Chevrolet Niva автокөлігі, түсі күміс түс деп айтылады. Тіркеу Қазақстандікі. Не шанағын бір көріп кетейік. Бағасы 1.700.000 теңгеге бағаланып тұр. Жылы қандай дедіңіз? 2007 жылы шығарылған. 1.7 қозғалтқыш күші. 4 дөңгелегді татады ғой? 4 дөңгелегді татады. Телефон айтып жіберсеңіз. 705 704 03 33. Міне қалған мәліметті осы телефоннан ала аласыздар. Келесі кроссовер, Mitsubishi кроссовер сатылып жатыр. Жағдай тамаша, артық әңгіме айтуға болмайды, сатылады ғой. Жылы қандай? 2005 жылы. Беріліс қорабы механика, объемы қандай? Жоқ, механика автомат. Кешіресті беріліс қорабы автомат екен, міне. Объемы қандай? 2.4. Барлығы кнопкамен екен, терезе көтергіштері, салоны өте жақсы, әдемі, тамаша, тартымды. Так, бағасы нешеде бастар? 4 миллион? 4 миллионға бағаланып тұр. Қызықсаңыздар, телефонды айтып жіберсеңіз. 808 808 823 823 88 34.
88-34. Қалған мәліметті сол телефоннан сұрауға болады. Пробегін көруге болады ма? 256 мың шақырым жүрген екен. Рахмет, саудаңыз болсын. Audi A6 автокөлігі жылы қандай? 97 жылы шығарылған, қазақстандық тіркеудегі. Кондиционер ішінде не қосалқылар бар? Барлығы бар дейді, ішінде кнопкамен, кондиционері бар ішінде. Қозғалтқыш қандай объем? 2.8 екен объемы. Бір түсіріп кетейік, міне шанағын ешқандай ұрылған жерлері жоқ, доңғалақтары, міне протекторлар желмеген, дискісі титановый екен. Бағасын қанша деп отырсыз? 3.8. 3.800.000 теңгеге бағаланып тұр. Әрине біз видеоның соңында ұялы телефон сұраймыз. Айтып өтсеңіз. 775 526 91 81. 91 81. Қанша шақырым жүрген? Кобальт ақ тіркеу қазақстандікі Chevrolet 7.200.000 теңге. Беріліс қорабы автомат. Көп жүрмеген, міне. Көлеңкісі пакеті алынмаған, салоны таза. 7.200.000 теңге, 3.000 шақырым жүрген, көп жүрмеген. Жалпы новый десек те, жаңа көлік десек те болады. Ұялы телефонды айтып өтсеңіз. 837 532 77 13. 77 13. Осы көлік сіздерге қызықтыратын болса, алса ағайындар үшін жаңа ұялы телефонға хабарласуға болады. 21.04, универсал қанша? Бағасы? 1 миллион теңге. Жылы қандай? 99 ба? Жағдай жақсы. Карбюратор ғой? Карбюратор. 99. Жалпы нөмір ұялы телефон айтпады. Бағасы мәлімет үшін ағайындар. Ассалмайым қалайсыз? Неше деп вас бағасы? 1.800.000 балан жер. 1.800.000. Жылы қандай? 12 Қазақстан тіркеуде, е? Базасы ручной екен, е? Базовый. Сосын азан айтып тұрмын ғой? 1.800.000 деп вас ба? Ана Матиздердің өзі 1.700.000-800 сұрап тұр ғой. 12 бұл мотор ашылмаған, бір өзім білем, шағалаған. 70 насып кетті. Ешкім айдамайды өзі. Телефон айтып өсеңіз? 8 705 686 13 52. Көрермендер, телефон алдық. Осы бір Nexia автокөлігін 1.700.000 теңге дейді. Ұрылмаған, соғылмаған деп тұр. Өзім айдағам. Қыссаңыздар, жаңа ұялы телефон хабарласуға болады. Ресейлік тіркеудегі 2106 автокөлігі қағазын береміз. Қағазын түсіре береміз. 97 жылы шығарылған екен. 1.5 двигатель қозғалтқышы. Бағасы 500.000 теңге бағаланып тұр. Тіркеу Ресейлікі түсі қызыл екен. Тоқ қызыл. Шие түс деп айтылады. Осындай ресейлік көлікте қызсаңыздар, ұялы телефон айтамыз. 8 700 023 48 08 8 775 826 0383 ұялы телефонда хабарласуға болады. Кімдікі Nexia? Кімдікі екен? Сіз кім ба? Неше ба? 2 миллион 200 ба? Жылы қандай? 2012. 2 миллион 200 дейді, 2012. Міне жағдайы жақсы. Көрермендер базарда келушілерін көріп, қызығып жатыр, оталтырып, тексеріп. 1.5 қой бұлар, е? 1.6 ма? 1.6 қозғалтқыш күші. Телефон айта аласыз ба? 701 306 57 56 телефоны. Дейді автокөлік ресейлік тіркеудегі міне шұғыл сауда деп айтып жатыр. Лобовой айнасы, трещинасы бар. Шұғыл сауда ағайындар, саудасы бар. Бүгінгі базарда баға 800.000 теңге бағаланып тұр. 1.5 па 6 ма? 1.6 дейді. 1.6 қозғалтқыш күші. Қосымша жұмыстарды қажет етпейді.
Келісім бағасы бар. Қызсаңыздар телефонын сұраймыз. Айтып өтсеңіз. 702 Иә. 348 348 0109. 0109. Mazda satılып жатыр. Нешінші жылғы? Нешінші жылғы? 98 жылы шығарылған. Кондиционер бар ма? Кондиционер жоқ. Кондиционер жоқ дейді. Беріліс қорабы механика екен. Объемы қандай? Бер объем қозғалыс. Қозғалысын білмеппін соны. Балдар айдайды, мен жаңа алдында шықтым бері қай. 1.8, бұл 1.6 сол жоба ғой. Бағасын қанша деп отырсыз? 1,5. 1,5 миллионға бағаланып тұр. Саудасы бар, Саудасы бар. Телефонды айтып өтсеңіз. Ұялы телефон. Ұялы телефон 8 777 916 5100. 5100. Тарекс. Тіркеу Қазақстандікі. Жылы қандай? 2001 жылғы шығарылған. Отын түрі дизель ғой, дизель. Қандай қосымша жұмыстарды қажет етеді? Вложение, қандай вложениялар бар деймін? Керек емес вложение. Қайда жүрді болмаса вложение. Жүріп тұрған көлік, таза көлік. Таза, сүйегі таза дейді көрермендер. Старец қазір айналдыра бір түсіріп кетеміз. Бағасы 2 миллион 300 мың теңгеге бағаланып тұр. Пробег қандай? Қалған телефоны арқылы саудаласып білуге болады. WhatsApp-пен алыс-беріс жасауға да болады. Қазір телефон сұрап көреміз. 702 118 14 44. 14-44. Телефонмен хабарласуға болады. Орында қанша? 8 В категория. В категория дейді. 8 орындық. Отын түрі дизель. 2 миллион 300 мың теңге. Келісім бағасы бар ағайындар. Opel тіркеу Қазақстандағы көлік сатылып жатыр. Жылы қанша деп отырсыз? 94 жылы шығарылған дейді. Пирамида ғой. Пирамида. Объем қандай? 1.8. 1.8 объем. Кондиционер ішінде? Жоқ. Кондиционер жоқ. Гуру бар ғой. Механика, Иә. Механика. Гуру бар, рулінде терезе көтергіштер қандай? Мандай ғой, Кнопкамен электрис екен. Центр замок. Орталық замок қолданады, ашылады. Бағасын неше деп отырсыз? Қанша деп отырсыз бағасы? 1,5 деп атын келістіреміз ғой. Бағасы 1,5 миллион теңге, келісім бағасы бар. Телефонды айтып өтсеңіз. 8776 322 1057. 1057. Иә. Басқа вложение қажет етпейді ғой? Вложение жоқ. Вложение жоқ дейді. Toyota автокөлігі, Toyota 20 ғой? 20 дейді. Түсі шие түстес екен, дискісі титановый. Төбесінде люк бар, ашылады. Еуропалық үлгідегі көлік. Беріліс қорабы автомат. Қозғалтқыш қандай? 2-2 екен объем. Қанша шақырым жүрілген білесіз ба? 489 мың шақырым жүрілген. Моторы сырттан әкелінген дейді. Бағасы 3 миллион теңге бағаланып тұр ағайындар. Сүйегі таза, көрінісі көз тартып тұрған көлік. Бағасы 3 миллион, саудасы бар. Қызықсаңыздар телефон 877 877 106 106 78 22. Рахмет, саудаңыз болсын. Міне көрермендер, бізде азда болса да Түркістан қаласының автокөлік базарына сіздерге мәлімет бердік деп ойлаймыз. Бүкіл көліктердің барлығын бағасын түсіру мүмкін емес. Азын-аулақ батарейканың қуатына байланысты азда болса да көптей көріңіздер. Бүгін біз ендігі келесі сәрсенбідегі базарды түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар ағайындар.